мынау кеше Қазақстаннан келген апаман Құралайдан интервью алғанын енді Нұрекеңмен осы жерге танысып отырмыз. Нұрекеңге өзінің интервью беремін деген ойыма құдай қаласа бүгін сағат 6:30-да кездесеміз екен. Нұрекең уақытылы келіп, бірақ пунктуальный кісі екен, бізде бір 10 минут бұрын келіп соны уақытта өтуіміз керек. Нұреке не дейміз? Құдай қаласа мынау Алла бұйыртса жақсы кеп демалмас өзіңіз жаңа айтуыңыз бойынша осы шетелге бірінші шыққам деп отырсыз. Құласа қазақ құласа нардан құласын деп жақсы жерге отыр екенсіз, оны естіп отырмыз. Алла бұйыртса, мынау сіз бір-екі ауыз сұрақтарым бар еді, соны қойып берсем, сіз жауап берсеңіз, неге дегенде сұрақ қойып жатқан себебім, біз именно қазақ контентіне қазақша жақсы түсінетін азаматтарға, мына ауылдың азаматтарына, районның азаматтарына ертең осы видеоға қарап қалай демалу керек екенін, қай жерге бару керек екенін, соны сол туралы білу үшін сол нәрсені сұрақтар сізге қойып отыр. Сіз өзіңіз аты-жөніңізді айтып кетсеңіз, қаншадан болып келдіңіздер, одан кейін құрысқан кезде не дейді, бала шағаңыздың аттарын айтсаңыздар да болады, болмаса жасы қаншада, соны бәрін айтып өтсеңіз. Біздер Алматыдан келдік, Жетісайдың тумасымын, бала шағамызбен келдік, 4 баламыз бар, сол бәрі барлығымыз бірге келдік. Енді мына жердің сервис туралы айтар болсақ, келгеннен бастап өте ырзамыз негізі. Бірінші келген кезде жаңа персоналдар қарайды да жүгіріп келеді, все хорошо деп жақсы екен, бәрі жағдайын сұрап, одан кейін екінші күн тоже сөйтіп жүріп, үшінші, төртінші күндері кішкене көзімізді бүйтіп ары бері алып қашатын болдық, зрительный контакт болмау үшін. Алдымен шауып келе береді, жағдайың жақсы ма деп. Сервистің ең жоғарғы деңгейі деп ойлаймын. Так, онда келесі сұрағыма дейін. Бұл айтайын деп отырған мен осы жерден кейін жаңа айтып отырсыз өзіңізде экскурсияға барып қайтыпсыз. Сол экскурсия туралы айтып беріңіз, қандай экскурсияға бардыңыз, қайсысы ұнады, ол жақтың сервистері қандай екен? Экскурсияға бардық. Бірінші экскурсиямыз ол не болды? Яхта жалдадық. Жеке семьямызбен жалдадық. 6 адамсыздар, 5 адам ба семьядасыз? 6 адамсыз ғой. 6 адам бір яхтаны алдыңыздар. Бір яхтаны жеке жалдадық. Бала шағамен болғаннан кейін жеке өзіміз отырдық. Сонымен яхтамен шығып, тамашалап, теңізге, Қызыл теңізге. Содан кейін сол яхтадан дайвинг ұйымдастырдық. Сол яхтаның персоналы. Бала шаға қызым түсті, ұлым түсті, өзім түстік. Жақсы әсер қалдырды, әдемі де судың астындағы көрініс өте тамаша екен. Бір не айта кететін жағдай, дайвинг дегенде қазақтар сәл түсінбей қалуы мүмкін. Дайвинг деген специальный жаңағы арқаңызға жаңа не береді, кислородный баллон, қасыңызда инструктор болады, сонымен бірге төменге жүзесіздер. Төменге қарап судың астында. Соны дайвинг деп айтамыз. Коралдың қасына барып, сол корал судың астында тамашалап. Балықтарды көресіздер, түрлі балықтар. Көз алдында жүзіп жүреді. Одан кейін екінші экскурсияға қай жаққа бардыңыздар? Одан кейін жаңа дайвингке қоса, яхтаға мінбей тұрып, неге жаңа батискаф дейді ғой, соған міндік. Мен түсіндім. Значит, получается, ол экскурсияға барған кезде бірінші батискаф, одан кейін яхтаға мінбей. Бірінші батискаф, одан кейін яхта. Сол бір экскурсия болып есептеледі да. Оған қанша қаражат төледіңіз? $465 шықты. $465. Барлығы сол. Батискаф бар, дайвинг бар, жоқ, дайвинг оған кірмейді. Общий $75 жаңа дайвинг кіреді, 465. 465-ің ішіне батискаф кіреді, бала шағамызбен 6-дан. Дайвинг кіреді, сосын жаңа жеке яхта кіреді, яхтаның ішінде жаңа персоналдар тамақтандырады, обслуживание жасайды. Сосын жаңағы шомылдық дайвинг болғаннан кейін отельный бар. Түсіндім. Получается, мен түсінген бойынша, сіздер барып келген демалыстар сізге ұнады. Ал енді мынау Каирге барған демалыстар туралы айтыңыздар, қандай немен бардыңыздар, автобуспен ба, самолеттен ба, соны айтып кетсеңіздер. Бірінші самолетті қарадық, ол алтау болғаннан кейін көпке түсіп кетті. Автобус таңдадық, сағат 11-де шығып кеттік. Жалпы оның бағасы $555 шықты. Оның ішіне не кіреді? Автобус кіреді, жолда тамақтану кіреді. Каирға жеткеннен кейін тамақтану кіреді, ресторанда тамақтандық. Одан кейін жаңа Хилтон Рамзес деген көп қабатты қонақжайда түнедік. Одан кейін таңғы асты іштік, сол кіреді. Одан кейін осы Бейбарысқа қазандық тұрып, Бейбарыс мешітіне барып тамашалап. Одан кейін жаңағы иіс жулардың бір магазині бар екен, соған бардық.
одан кейін қайда бардық Жансай? иә сәл бір минут айта кетейін, кадрдың сыртында бұл кісінің келіншегі отыр, Жансұлу. Енді баласы сәл кішкентай не қылғаннан кейін сәл қарап отыр, қазір не қылса интервьюдің арасында қосыла кетеді деген ойдамыз. Айта беріңіз. Одан кейін түскі тамағымызды жедік, сол жердегі тағы бір ресторан Каирский. Одан кейін сол непосредственно сол пирамидаға бардық. Пирамидаға. Ең главный сол пирамида болып тұр, бәріміз соған барып өткен ақшаны өткен. Пирамидаға барған кезде сол орыстардың полициясы дейді, біз енді Ат-Арба ғой негізі. Ат-Арба бар тұрады, соған түйе көрдіңіз, Ат-Арба көрдіңіз. Түйені өзіміз көріп жүрміз, Қазақстан түйе. Ат-Арбаға бір семен бір Ат-Арба жалдық, екі Ат-Арба, 15-15 доллардан төледік, әр арба 15 доллар. Бірақ айланып шықты. Айланып шықты да, сосын жаңағы өздері келіп суретке түсіреміз деп сурет ұйымдастырып, сол жерде Ат-Арбаны арбаны айдайтын жаңағы арабтар. Түсінді. Осы ішінде енді сөз біргеден бір сұрақ. Мына автобус туралы көп адамдар сұрап жатыр. Именно автобус ең арзаны сол болып тұр ғой, 45 доллар деп тұр. Егер жаттай барып келетін болсаң. Сіздерге одан қымбаттау шықты, сіз түнедіңіз. Бірақ енді автобустың ішіндегі сервис қандай екен? Жататын орын бар ма екен? Туалет, автобусты өте жақсы, автобустың сервисі. Кондиционер істеп тұрды, жақсы істеп тұрды. Сосын не бар ма? Экран көріп, телевизор нәрсе? Телевизор бар, бірақ ана жерде кино қойды, оны ешкім көрген жоқ. Жолда шаршап бара жатыр. Шаршаған жоқ, келе жатқан кезде шаршады, бара жатқан кезде жолға қарап бардық біз жан жаққа. Жоқ, напиткі анау бәрін беремеген? Напиткі берген жоқ. Ондай нәрсе жоқ. Туалет ішінде туалет істеп тұрды, жақсы туалет. Несі орындар, жататын орындар бар ма, или отырған сидящий ма? Жоқ, орындар, жататын орын жоқ, мындай. Сәл енді 45 градусқа дейін құлайды. Бірақ адамға удобно. Адамға удобно. Жақсы келеді. Одан кейін айтайын деп отқаным енді мынау осы жерге келгеннен кейін осы базар дейді ғой, қазақтар осы жерге келгеннен кейін ұят болады деп қазақтар обязательно нәрсе алу керек. Соны осы жердің бір базарын араладыңыздар ма, или қайда шықпадыңыздар ма? Шын айтсам, базарын аралаған жоқпыз, өйткені уақытымыз оған жетпейді. Алдымызды қайтамыз. Кегерлер жаңағы экскурсия, сосын осы жерді тамашаладық, сол уақытымыз жетпей жатыр. Пирамиданың жаңағы нелер, сувенирлер. Сувенирлер пирамиданың алдында толып тұр екен. Сосын осы жаңадан келетіндерге менің бір кеңесім бар. Айтыңыз. Сол Каирға жеткеннен кейін жол жөнекей автобустан қай жерге түссе де ана сувенир сататындар өте көп екен да. Мынаны сатамын, ананы сатамын деп. Жолда алмаңыздар еш жерде сувенир. Тек пирамидаға барғаннан кейін пирамиданың өзі маршрут бойынша кетеді, уже қайтады пирамидадан. Қайтып последний. Сол кезде шығып бара жатқан кезде өте көп сувенир и арзан. Саудаласу керек. Қайтатын кезде ғана алу керек сувенирді. Бұл енді саудаға жақын кісі екені көрініп тұр. Значит, Жетісайдың Шымкенттің өзінің туысқандар, бәріміз де сондаймыз, ол дұрыс. Мынау ақшаны тауып жүрген адам біледі, ол $1 қай жақтан келетінін дұрыс негізі сіз айтып отқаныңыз. Ол қазақтарға жақсы айтқан сөзіңіз керемет неңіз болды, советіңіз болды. Енді айтайын деп отқан, қазір енді базар туралы айтып өттім. Енді мынау осы Рикстің тазалығы туралы одан кейін кешке қарай шоу программалар көріп жатырсыз, сол туралы қалай айтасыз, сізге ұнады ма соны? Тазалығы өте жоғарғы деңгейде баға беремін, өте таза. Азанда тұрған кезде бастап жатырмыз, осы жердің қызметкерлері бассейнді тазалап, қайта-қайта сүртіп, поручниді қайта-қайта сүртіп, ол жерге біз кегелер даже оны ешкім ұстаған да жоқ, отырған да жоқ, кейбір столиктер күнде сүртеді, таза өте жақсы. Керемет. Так, енді егер де келесі уақытта осындай мысалға тағы да бір жағдайыңыз болып, уақытыңыз болып жатса, қаражатыңыз болып жатса, қайтадан осы Рикске келетініңіз, достарыңызға совет беретініңіз келді. Әрине мен кеңес берер едім. Осы Риксіз басқа тағы қандай елде бар, сол Рикске барамыз ба деген ойымыз бар. Өйткені осы қызметтің осы деңгейі өте ұнады. Жақсы, керемет. Так, енді айтайын отқан осы қазір баға жөнінен сұрап жатыр көбісі. Айтып жатқаны, мынау сіз семьяңызға келдіңіз ғой, 6 адамға, 6 адамға осы келіп кетуіңіз, қанша күнге келдіңіздер и жол қаражатына осы демалғандарыңызға қанша ақша төлейді? 2.800.000 төледік біздер. 2.800.000 теңге төледіңіздер? Қанша күн болды? 2.800.000, оның ішінде қанша күн шығады жасы? 4 марттан 12 мартқа дейінгі. Значит, 8 күн 7 түн ба? О жағын. Сондай болды ма? Сондай. Бесті түн емес алма? Орайттан самолетке де байланысты бағасы төмен. Сіз Air Астанадан келдіңіз? Air Астананы таңдадық, сол 2.800 шықты. Жақсы, керемет. Одан кейін айтайын, енді мына жерде
Қазақстанда да осы рикс бар екен естіп жатырмыз. Кеше адамдар айтып жатыр, Ақтауда рикс жаңадан ашылған дүние. Сол рикске барған екен, ол жерде сервистер өте қымбат. Енді апам өзі бармаған, бір достары барған екен. И именно не бар ғой, Ақтау рикс. Сол жерге бардыңыз ба, сіз достарыңыз барған естігенде сервистер өте қымбат. Мына жерге келген дұрыс самолетпен келіп кетіп, ол жерде демалған дұрыс. Сен тур осы уақытта сіз Ақтауда демалсаңыз, сіз одан көп ақша төлейсіз. Соны естідіңіз бе? Естіп жатырмын, әлеуметтік желілерде естіп жатырмын, Ақтаудағы қымбат. Бірақ мен ол жаққа барған жоқпын, білмеймін. Салыстырамыз. Енді бұл жерде айтып отқаным, бұл жерде осы Қазақстанда да осындай демалыс орындарын ашып, деңгейіміз көтеруімізге сервисті бізде не жетпей жатыр деп ойлайсыз? Бізде арығы жетеді деп ойлаймын, бұндай қызметті біздің де қазақтар көрсете алады. Бірақ мен жеке өзім ойым бар да. Айтып жатырмын. Мына жерде мен байқағаным, келгендердің 95% ол мына суық жерде өзінде мындай ыстық жер. Табиғаты суық жерден келгендер, мына орыстар мен украиндықтар 95%. Неге олар бұл жерге келеді? Өйткені бұл жерде ыстық қой, теңіз бар. Бірінші ауа райы дейсіз ғой. Болмаса олардың өздерінде де теңіз бар ғой. Бар. Олар осында келеді. Жылы жерге келеді. Біздер Қазақстанда ауа райы қолайлы. Ауа райы қолайлы. Қазақстанда мен ойлаймын да, теңіздің жағасына, көлдің жағасына курорт салып ауру болмаған дұрыс. Неге десеңіз, адамдар бәрі де жылы жаққа кетеді. Бізге таудағы курортты дамыту керек. Біздегідей таудағы табиғат басқа жерлерде ол бар шығар, бірақ бізге одан да жақсы деп ойлаймын. Мен айтып отқан, мен Алматы как Швейцария сияқты отырсыз. Сол Швейцария ұқсап. Мысалы біздер Алматыда тұрамыз ғой. Біздер ана Алматының тауына біз қанша барсақ та қайта барамыз. Медеуге, Шымбұлаққа, ана орысша айтқанда Большой Алматинский озеріне ол жаққа талай рет бардық. Барсақ та бара береміз. Өйткені табиғат ұнайды. Сосын жаңағы Алматы облысында не бар? Қайыңды көлі бар, көл сайы бар, сол жаққа да бардық. Керемет. Таудағы табиғаты, соны дамыту, сол жақтағы курортты мен сөйтіп ойлаймын. Жоқ нәрсені дамыту керек қой. Империя 24 деген компания бар, Империя туризма 24 деген. Осыған сайтымыз ссылкаға қоямын, мына видеоға. Соның астына кірсеңіздер, ол компания өте керемет жұмыс істейді, сервисі өте керемет. Маған айтты, уақыты кешкенде $10 скидка жасап берді. Сол компанияның барлығын өтеміз. Неге десеңіздер, енді көп адамдар артық ақша төлеп қойған. Одан кейін бірақ бір минусы бар бұл жерде, бір нәрсе. Бұл TI компаниясының зат жаңағы экскурсия алмасаңыздар, регистрацияны өздеріңіз бар дей саласыздар. Біз такси жалдап $5. Келіншегіміз бар, енді регистрация жасап келдік. Оның бір жағы да бар, потому что мен шетелде өзім 5 жыл тұрғаннан кейін, английский язык жақсы білгеннен кейін, қиналмастан барып регистрация қылып келдім. Егер де ол не үшін менге істемейді? Мен турды бұл компанияны алған жоқпын. Мен басқа жерден алдым. Түсіндіңіз ба? Маған келіп жатқан, енді біздің оқырмандар біліп жүрсін деп жатқанбыз ғой. Келгеннен кейін, мына интернет қазір мына әлеуметтік желінің дамыған уақытысы, мына желательно өзіңіз жаңа айтып отырсыз ғой, саудаласу керек. Сол айтпақшы арзан нәрсені алуға әрекет жасауымыз керек. Мен сізге бірінші мәрте келіп отырмыз, ол сізге ешқандай ниятсыз әрекет кедергі болған жоқ деп ойлаймын. Одан кейін айтайын деп отырғаным, енді мынау кеше сізге барғанша, автобуспен барғанша көрдіңіз ғой, жолды обстановка жаңағы инфраструктураны қарағанша, ол қалай енді сәл нашарлау ма, әдемі ма, әлде орташалау ма деп ойлайсыз? Жолды көрдіңіз ғой, жолдарын? Жолды көрдім, мен жолға ешқандай мін таға алмаймын. Жолда бірде-бір андай орысша айтқанда точка дейді ғой, жоқ, ондай жоқ. Теп-тегіс жолдың бәрі. Бірақ енді оң жағында, сол жағында салынған үйлер, инфраструктура қалай екен? Жоқ, мен мына жолды мына осы Шарм-эль-Шейхтен Каирге дейінгі жолды айтып жатырмын да. Ал Каирдің өзі енді ол тұратын жер емес. Сізге мен түсінген бойынша, мына оқырмандарға айтыңыз, оны білу керек. Значит, мен түсінген бойынша пирамиданы көруге бола болмаса, барудың қажеті жоқ. Сондай болып тұр. Қаланың өзі көретін жер емес, экскурсия. Қаланың өзіне экскурсия жасау, оған тұрмайды қаланың, Каирдің өзі. Бұл жерде музей бар, музейді барып көруге болады, жаңағы мумияның өзін барып көрдік қой, таза настоящий мумия. Соны көрдік, ал қаланың өзі ана бітпеген үйлер бар, тастап кетті. Жол керемет енді. Каирға дейінгі жол керемет. Теп-тегіс. Жаңағы онда мен не деймін, Нұреке мынау сұхбат бергеніңізге рахмет. Жақсы керемет сұхбат беріп жатсыз. Құдай қаласа Алла бұйырса ертең біз жүріп бара жатырмыз. Сіз енді 12-сінде жүреді екенсіз. Аман-есен семьяңызбен Қазақстанға оралыңыздар.
келесі жылда жақсы жерде демалады деген ойдамыз. Мынау енді оқырмандарға айтайын деп жатқаным, бұл мен қазір Рикс туралы, мынау ең қымбат жерден сол туралы қазақтардан сұхбат алып отырмын. Келесі жолы басқа арзан отельдерінде әрекет жасаймыз алуға. Неге десеңіздер, сіздерде таңдайтын не болу керек, шарт болу керек. Мысалға $1000 келесіз ба, или $500, или одан да арзан келесіздер ме? Адамда бір не болу керек, таңдайтын. Енді әркімнің қаражаты әртүрлі, қалтасы бірдей емес. Соған айтпақшы, құдай қаласа мына оқырмандар осымен сұхбатымыз бітіп жатыр. Нұрекеңе қатты тағайындап үлкен рахмет. Айтатын нәрсеге қоса кетеміз. Сізге сәттілік тілейін деп едім, осы енді адамдардың кішкене қаражатын үнемді болсын деп, осылай. Иә, дұрыс айтасыз. Осындай проект ұйымдастырып жүрсіз ғой, сол ісіңіз алға бассын. Рахмет, рахмет. Қазақтар ақшасы үнемделіп, Нұрекеңнің арқасында жақсы демалыстарын өтесіз. Рахмет. Иә, дұрыс айтып отырмын Нұрекең. Біз әрекет жасаймыз, ссылкаға YouTube-тың астына саламыз, қай жерден қалай демалу керек, қандай отель алу керек, соның бәрін біз полный подробно әрекет түсіндіруге әрекет жасаймыз. Сол айтпақшы, қош сау болыңыздар. Рахмет сіздерге.